Түбіртекті талап етте 30-қа ие бол акциясында бұл жолы 4 сыйлық ойнатылды. Теледидар, шәйнек, термос, тостер сыйлықтары 30-қа қойылған. Бұл жолы қалалық әкімшіліктің үлкен залы тұрғындарға лық толды. Себебі акцияға қатысамын деушілердің саны 3 есеге артқан. Маусым айының нәтижесімен бұның қатысушылардың саны 292 қатысушы, купондардың саны 1562. Алғашқыдан айтып кететін болатын болсақ, бірінші розыгрышта 42 адам қатысқан, екінші ұтып алуда 188 адам қатысқан, үшіншіде өздеріңіз көріп тұрсыздар 292 адам. Акция талабы бойынша әр адам 10 чек жинап бір купон алады. Сосын осы чекті жергілікті кірістер басқармаларында немесе сауда орталықтарындағы дәл мынадай жәшікке салуы керек. Бұл жәшік әр ай сайын ашылып, 30 ойыны ойнатылады. Бағыңыз жанса, бағалы сыйлықтарға ие боласыз. Ал қараша айына дейін өтетін ұтыстарды үздік шыққан бір қала тұрғыны облысқа жолдама алып, көлемді сыйлыққа ие болмақ. Адамның саны қатысушынікі көп бола береді, бірақ жалпы біздің негізі мақсат бір адам ұтысқа қатысқан бір адамды, ішінен ұтқан адамды біз облысқа жібереміз, облыс әр жағына республикаға жіберіп, республика деңгейінде сыйлық береді, негіз суперпризі. Бұл енді 4 призға адамдар наразылық нетіп атқанына келсем, әрқайсысына приз жете бермейді, бәрі білесіздер, бюджеттің ақшасы. Жалпы аталмыш акция сәуір айының 1-нен басталған болатын. Алдыңғы акцияларда тұрғындары 3 сыйлыққа ие болса, бұл жолы ұйымдастырушылар 30 санын көбейткен. Шара тұрғындардың экономикалық сауаттылығы мен салық түсімін арттыруды көздейді. Біздің қаламыздың бюджетін толтыру және біздің халықтың патриоттық сезімін ояту, түбіртекті талап ету, өзінің құқықтарын қорғау ретінде және тағы басқа салықтық міндеттерін қорғауға. Бұл жолы да сыйлықтар өз иелерін тапты. Қала тұрғыны Гүлзахран Бемешева теледидарға ие болып, өзінің қуанышын жасырмады. Ол 80 түбіртек талап етіп, 8 купон жинаған. Он всегда нужен всем. Теледидар иеленгеніме қуаныштымын. Керек дүние ғой. Енді үйімде 2 теледидар болады. Бірін залға, енді бірін ас жер бөлмеге қоямын. Мұндай акциялар көп бола берсін. Рахмет. Акция 30 қарашаға дейін жалғасады. Қалалық акцияда жеңімпаз атанғандар облысқа, ал онда 30-қа ие болғандар республикалық шараға жолдама алады.